Қысқасын айтқанда, дәрігермін. Ол күні мен жұмысында жүрдім. Мен кіммін, білесіңдер ме? Конечно, білесіңдер, көп түсінер ғой. Саған укол салатын бүкеймін. Мені көбісі докторантура бітірген профессор медицинских наук деп ойлайды. Бірақ менің жұмысым қағаз толтыру, біреуге справка жазып беру. Кір. Что там, не олай? Дәрігермен ішім ауырып тұр. Мені қара көмектесіңізші. Деши. Неғымен жүрегім тыңдап салып жатқан ішім емес пе? Ештен етпес бауыр. Көп болса ойласын. Бар егер қайтер. Көріп тұрғандай жұмысым примерно осындай. Кенеттен справка толтырып отқанда маған біреу хабарласады. Алло, дәрігер, мен күйеуім талып қалды, тез келіңізші. Қызық, тал түсте талып жатқан кім? И вообще мен номерімді қайдан алған? Скорый емеспін ғой мен? И сіз скорый емессіз бе не? И біреудің ойын оқымайшы ше. И короче, маған бәрібір тез келіңізші. Маған адресті айтпады, бірақ мен тауып алдым. Итак, сұрақ. Айтпаған адресті адам қалай табады? Кім ескеп деп айтты? Сіз дұрыс айттыңыз. Солай мен есігін теуіп кірдім. Алайда ол сыртқа ашылатын есік екен. Сол үшін мен ішке кіріп сыртқа теуіп кірдім. Или шықтым. В общем, шығып кірдім. Алдымнан бір сұлуға шықты. Оның басы бос па екен? Доктор, мен күйеуім талып қалды. Ой, вроде мен танымайтын адаммын. Түсінбедім. Күйеуіңіз ба талып қалған? Иә. Жақсы болыпты. Мен келгеніме, көреміз. Мен кірдім. Маған бағанағы қыз аяқ киіміңізді шешіп кірмедіңіз ба деді. Мен оған қазіргі заң сондай деп түсіндірдім. Тем более өзің неғып аяқ киіммен жүр. Шешіп бар өзің дедім. Ол шешті. Так, күйеуіңіз мама деп қудыртып отырсың. Фу, блядь, затнау. Қалай қарап жүрсің оған? Түсінер едім, маған қарап тисе екен күйеуге. Бірақ мынау, ой, бейшара, еще талып тұр ма? Адам болмайды мынау. Сіз точно дәрігерсіз бе? Что, сомнениең бар ма? Қай емдейміз? Деп мен оның жүрек қағысын және демалуын тексердім. Кешіріңіз, бәрі нормально ма? Сіз де кешіріңіз. Менде екі жаңалығым бар. Біреуі жаман, екіншісі жақсы. Қайсынан бастайын? Жаманнан кейін жақсы күтіп тұрған шығар, жаманнан бастай беріңіз. Өкінішке орай, сіздің күйеуіңіз о дүниеге аттанды. Қарындаш, жыламаңыз, мен жақсы жаңалық айтпадым ғой. Осыдан кейін қандай жақсылық болмақ? Мен сені өзім лично аламын. Туда-сюда жаққа қыдыртам сені, қорықпа. В смысле аламын? Әне қарындас күйеуің жазылып кетті, өзі қыдыртар сені. Сау болыңыздар. Әйтеуір басым аман қалды-ау. Керек еді маған соның әйелі. Кеттім, обратно справкамды жаза берейін. Солай кетіп бара жатсам, төбеден айқайлаған дауыс шықты. Дәрігер, кетпей тұра тұрыңызшы, менің күйеуім қайтадан талып қалды деді. Оу, все-таки шанс бар болды ғой. Стоп, мені бана қуып шықты ғой. Өле қалсын сол жерде. Дәрігер, ну пожалуйста деді. Туй, мына қызды қоймады ғой бір. Ладно, хотя бы сауып алып қайтармын. Сол айтып, банаға түскен жерден кері мініп көтерілдім. Прикиньте, 10-шы этажда ғой. Еще лифт жоқ, тұратын жер тауыпты однако. Әрең дегенде шалдығып міндім. Теуіп кірмей-ақ қойыншы, өлейін деп тұрмын так. Дәрігер, не істеу керек? Вообще не үшін талап жатыр? Басқасы қалмады ма? Бұрыннан бар ма сондай? Ойлап қалмаңдар, мен бірдеңе білмегеннен сұрап жатыр деп. Жай интерес қуалап жатырмын. Шыны керек, мен оған гипноз жасадым. Сосын оның басы айналып талып қалды. Мәссаған, гипноз? Мен енді тупой дәрігер шығармын. Бірақ датовый емес енді, конечно. Бәрі біледі ғой, ғылымда жоқ екен гипноз. Дәрігер, шын айтам, енді не болмақ? Активирінің уголь ішіп, ауызын тұзбен шайсын. Сонда ғана бәрі кететін болады. Братан, маған точно көмектесе ма ол? Я, әрине. От души, брат. Бірақ үйімнен кетші, әйеліне көз сала бермей. Бәлесіңдер не қылса. Бұлай жұмыс жасамағалы көп болды. Бостан-бос универде 7 жыл оқымаппын. Оқығанда 7 жыл бойы қалып жүрдім. Но еңбегім ақталып жатыр, шүкір. Бірақ сонда да осы жұмысқа қадалып қалмай, былай ақша тауып үйрену керек еді. Үйрену керек дегенде үйреніп жатырмын уже. Pocket Option платформасында трейдингті зерттей отырып, онда сізге минималды күш-жігермен табыс табуға көптеген мүмкіндіктер ұсынылады. Айтпақшы, Pocket Option өз туған күнін атап өтуде. Компания нарықта 7 жыл болды. Осының құрметіне $1 миллион көлеміндегі сыйлықтар ұтыс ойыны басталды. Депозитке әрбір $50 сайын сізге бір билет беріледі. Көп билеттер болса, ұтуға көп мүмкіндіктер болады. Сыйлықтар ретінде сіз Tesla Cybertruck, Porsche Macan, Apple-дың жаңа технологиясын, тағы басқа жаңа керемет дүниелерді ұтып алуға болады. Эксклюзивті сыйлықтарды ұтып алуыңызға мүмкіндік бар. Балансыңызды $1000 дейін немесе $100 дейін рисксіз транзакциялар және де депозитке бонустар. Ұскелердің орны 25 мыңнан астам. Сондықтан сізге ұтуға шанс көп. Бұндай ұтыстар өте сирек кездеседі. Сондықтан да бұл ұтысты жіберіп алмаңыз. Графиктерді зерттей отырып сіз оңай трейдингті үйрене аласыз. Жалпы доход акцияларының өсуіне байланысты. Мен өзімнің қаржылық тиімділігімді арттырдым. Pocket Option платформасында күрделі формулалар мен терминология жоқ. Бәріне жағымды болып жасалған. Былайша айтқанда стратегиялық ойын сияқты. Алдымен мұнда тіркеліңіз, и все, әлемдік қаржы нарығына қош келдіңіз. Сіз саудаңызды жақсарту үшін 30-дан астам индикаторларды және әртүрлі талдау құралдарын пайдалана аласыз. 9 сауда стратегиясы бар. Бар болғаны 5 секунд. Табысыңызды комиссиясыз тез шығара аласыз. Бар болғаны 2 кликпен. Күнделікті турнирлерге тегін қатысып $250 жүлдеге ие болыңыз. Ал $5000 және одан жоғары депозит жасаған кезде сізге рабочий схемадағы сауда стратегиялары бар VIP
VIP-чат берілетін болады. Служба поддержкасы всегда хабарда. Кстати, еще ресми сообществосы бар. Ішінде ойыңыз бірдей адамдарды кездестіре аласыз. Сондай-ақ лотереяға қатысып сыйлықтарды ұтып алуыңыз мүмкін. Сондықтан мүмкіндігіңізді жібере алмай, описаниядағы сілтеме бойынша өтіңіз. Нунакун промокодын пайдаланып, өз депозитіңізге 60% бонус алыңыз. Pocket Option платформасында сізді күтемін. Кешімейден! Солай мен еден қайттан төменге жаяу түстім. Өмір-ай. Сөйтіп кетіп бара жатсам, ар жақта адамдар талпа болып жиналған екен. Бәрінде паника әйтеуір. Біреу айқайлап жатыр, біреу қақалып жатыр, ал біреу еще видео түсіріп тұр. Қой құрсын, қызық болса да барып қарағым келіп тұрған жоқ. Сосын біреу тұрып, дәрігер бар ма айналада деп бақырды. Қой жоқ, ондай жоқ. О, дәрігер, сізді құдайдың өзі жіберді, қайнатып блогер тауып болды, алға шығар деп көрсетемін. Ой, әкеңнің пар етсем, ол не болып бәріне тала беріп. Әлі менен басқа дәрігер құрып қалды ма? Я, братан, құрып қалды ғой сол. Жақсы барып көрейінші дедім. Барсам ауыздан сұйықты қағып жатыр. Фу, бля. Еще так мынау мен танитын Нунакун деген ютубер ғой. Күнде екінші арнасының летсплейлерін қарап тұрам. Бұған көмектеспеске болмайды. А то видеолар шықпай қалады ғой. Так, бір қарап шығайын. Симптомдары мен білетін ауруға ұқсайды. Мен ақымақ дәрігер болсам да, именно осы ауруды любой жерден танып білемін. Тез әрекетіңдер, бұл ауру жұқпалы дедім. Бәрі лезде шошып қашып кетті. Бұл жұлдыз ауруы. Мына блогер звездовать етіп кетіп, бүкіл аталықты көтере алмай қалды. Енді маған жұғып кетпесе болды. Қалтамда не звездил деген дәрі болғанына шүкір. Блогердің аузына лезде құйдым. Ол орнына атып тұрып, маған не болған деді. Брат, аман саусың ба? Күнде сен видеоны қараймын ғой дедім. Ол аңтаң болып, видео деп түсінбей қарап тұрды. Ой, не звездилда побочный эффекттер бар екен, ұмытып кеттім ғой. Есін жию үшін оған Memory Max, ұстама такс болады, бәрі жақсы бердім. Ол лезде бәрін еске түсіріп рахметін айтты. Еще моментті пайдаланып онымен фотоға түсіп алғансың ғой. Все, брат, енді звездовать етпе. Аспаннан жерге түсіп тұр арасында. Бүгінгі күнім сондай керемет өтті. Бәрін құтқарам дегенше күн батып кетті ғой. Үйге қайтайын. Үйге келдім. Бағанаға әйел мен күйеудің үйіне ұқсайды я, үйім жалпы маңызды емес. Солай телефонымда ақтарып демалып жатсам, TikTokта мен бар видео атып шықты. Ол жақта қалай мен сол ютуберді құтқарып жатқанда адам түсіріп алып салып қойыпты. Комментке кіріп қалсам бәрі мені мақтап жатыр. Қуанып кеткен соң ғой. Прикинь, видео миллион просмотр жинап кеткен ғой еще. База жоқ. Енді мен атақты болдым десем де болады. Ой, қой, шаршадым. Ұйықтайын. Қысқасы айтқанда, дәрігермін.